сіздермен бірге мен Қазатуллина Арушан. Бүгінгі қозғалатын мәселелердің бірі экологияның бұзылуы. Әлемдік мұхитты зерттеушілердің пайымдауына қарағанда, пластмассалардан жасалған бұйымдардың кесірінен мыңдаған кит, дельфин, мыңдаған құс тектен-текке өледі екен. Ал теңіз бен мұхитқа лақтырылып жатқан пластик контейнерлер мен неше түрлі ыдыстардың салмағы жылына 7000 тоннаға жететін көрінеді. Елдің өнім беретін 1 гектар жеріне 10 килограммдай әртүрлі химиялық тыңайтқыш пайдаланылады екен. Ондай химикаттардың уыты мен уы ондаған жылға созылады. Ол ма топыраққа сіңген тыңайтқыш жаңбыр суы жылғалар арқылы өзен-көлдерге барып құяды. Судан барып балықтар мен құстар қырылады. Міне, осыдан кейін басқа да ақылсыз әрекеттердің кесірінен өзен-көлдер мен теңіздердің аста көк байлығы сарқылып келеді. Экономикалық жағдайдың бұзылуына осындай мысалдар келтірсек болады. Яғни өзіміздің Зайсан ауданында да Жеменей өзенінің тартылуы және де Қазақстан бойынша Каспий және де Арал теңіздерінің тартылуы осы мәселелерге байланысты. Құрметті менің оқырмандарым, осындай экологиялық мәселелердің алдын алып, бірге жерімізді аялайық.